прямой 911-ге Америкаға да. И Америкадағы адамдар біздің МЧСке, Қазақстан МЧСіне хабарласты. И қараңыздар, мен Бабалар аңғарында 3000 метр биіктікте, айналаның бәрі тау. Қолымда мынау Гарминнің трекері, өте керемет нәрсе. Связь ұстамайтын жерде жүрмін қазір мен, бірақ осы арқылы сообщение жіберсе болады. Туыстарыңыз қай жерде жүргенін көрсе болады. Бұл трекер деп айтылады. И сіз қалада мысалға 3-4 жақын туыстарыңызға бір ссылка жібересіз. Сол арқылы олар картадан көріп отырады, сіз қай жерде жүргенсіз, қайда жүріп баратсыз, қалай кетіп баратсыз. Даже егер сіз тоқтап қалсаңыз, случайно мысалға сіз велик айдайсыз ба, болмаса сноуборд сырғанайсыз ба, мысалға мен сноуборд сырғанаймын. Егер бір жерде құлап қалсаңыз, или мысалға тоқтап қалсаңыз, сіздің туыстарыңызға, жақындарыңызға сообщение келеді. Осындай жаңа тұрып қалды деп, и олар сізге сообщение жібере алады, жағдайыңызды сұрап. Сіз сообщение жіберсеңіз болады. Бәрі жақсы, мысалға палатка құрып қойып, осы жерде жайғасып демалып жатырмын деп. Мысал ретінде, да. Өте керемет нәрсе. Каспиде, бұл реклама емес, Каспиде сатылады. Кез келген сатушыдан алсаңыздар болады. Қымбат емес. Қауіпсіздік үшін 200 000 теңге тұрады. Любой жерде сеть прямой Iridium GPS арқылы хабарласады ғой. Даже осы жақында бір жағдай болып қалды. Біздің достарымыз бір қиын жағдайға түсіп қалды. И олар осы арқылы сообщение жіберді. Прямой 911-ге Америкаға да. И Америкадағы адамдар біздің МЧСке, Қазақстан МЧСіне хабарласты. И Қазақстан МЧСіне координаттарын жіберді. Қаяқта екен осы кісілер, қай жерде осындай қиын жағдайға түсіп қалған. Сосын МЧС келіп оларға көмектесті. Өте керемет нәрсе, керек нәрсе. Мына жерде SOS деген кнопкасы бар, мынандай алға артқа деген кнопкалар бар. Текстті жинасаңыз болады. Осының ішінен сразу 4-5 адамды белгілеп қойсаңыз болады, жақын туыстарыңызды. И олар всегда қарап отырады, сіз қай жерде жүргенін. Сообщениелер келіп отырады, сіз сообщение жібере аласыз. Бәрі жақсы, осындай деп. Керемет нәрсе. Тауға керек нәрсе. Тауға болмаса айдалаға бір жерге жүретін болсаңыздар. Өте кішкентай нәрсе, ауыр емес, 50 грамм бар бөле. Сол үшін достар, тауда қауіпсіз жүріңіздер. Тауда көріскенше күн жақсы.